Өзімді жеңілгендей сезінбеймін. Менің қолымды көтермеген болар, бірақ менің энергиям ұтылмады. Ол жігіт маған ештеңке көрсете алмады. Ол төрешілер ойынша жеңді. Ол мені қанша рет мерзімнен бұрын бітіргісі келді. Ал мен болсам 2 сабмишн жасадым, арқасын алдым, кайф алдым. Ең қауіпті жігітке қарсы шықтым және кішкене ғана жетпеді оны өлтіруге. Бұл менің чемпиондық мінезім бар екенін көрсетеді. Иә, әрине достар, бүгін біз Енгеридің жекпе-жектен кейінгі пресс-конференциясын тыңдайтын боламыз. Солайде арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар, бізді жоғалтып алмас үшін лайк батырмасын басып, пікір жазуды да ұмытпаңыздар, ал біз бастаймыз. Көпшілердің қателігі ғой. Мені допингке қарсы күрес агенттігі тексерді, мен жайлы ештеңе білмеймін. Жақтың ағылшынша тілі де келмейді, трэш-ток жасайтындай. Иә, әрине, маған да титуліне жекпе-жекке дейін өте жақын тұрмын. Сондықтан да тек қана маған жеңіс керек. Иен, қалайсың? 5-ші раундта жеңіске өте жақын болдың. Жекпе-жек туралы және төрешілер шешімі жайлы не ойлайсың, ойынды айтып кетсең? Мен сендермен сөйлескім келді халайық. Себебі жеңіс болсын, жеңіліс болсын, мен өзгермеймін. Осында келіп сендерге керек сұхбатты бергім келді. Мен қарапайыммын. Жеңіс болсын, жеңіліс болсын. Мен бүгін жеңілдім деп ойламаймын. Менің қолымды көтермеді, бірақ мен шығып, алып жігітке қарсы шайқастым. Бүгін мен шығып, және оның жай ғана адам екенін көрсеттім. Мен 3 аптада шығып, осы картты сақтап қалдым. Дивизиондағы ең қорқынышты жігітке қарсы шығып, октагонға шығып, бәрін тоқтаттым. Ол мені қанша рет мерзімнен бұрын бітіргісі келді. Ал мен болсам 2 сабмишн жасадым, арқасын алдым, кайф алдым. Мен дивизиондағы мықты жігіттермен шыға алатынымды көрсеттім, және бүгін қысқа уақытта чемпион бола алатынымды дәлелдедім. Мен бұны 5 раунд бойы көрсете аламын және әлсіз жерім жоқ. Ол жігіт маған ештеңке көрсете алмады. Ол төрешілер ойынша жеңді. Мақұл, жарайды. Мен бұнымен өмір сүре аламын. Және өзімнің бүгінгі өнеріммен қанағаттандым. Солайде, керемет. Қылғындыру әдісің қаншалықты жақын болды бітіруге, сездің бе бітіре алатынын? Оливейра. Бұл әңгіме сыртта болған. Оливейра мені бұған үйретті. Сыртта сөйлесіп тұрғанда үйреткен бұл тәсілді. Аман болш бауырым. Ал бүгінгі бейнеміз Айдостың арқасында шыққан болатын. Айдос бауырымыз өзінің Instagram парақшасын Донатпен бірге қалдырып кеткен. Қымыз 19 километр Алматы атты Instagram парақшасына қосылып, отандық өнімді қолдап кетсеңіздер болады. Қымыз, шұбат, жал жая, ет барлығы бар. Инстаграмға сілтеме осы бейненің астынан таба аласыздар. Дәл осылай өздеріңіздің Instagram парақшаларыңызды қыстырып, біздің келесі видеоға септік тигізгіңіз келсе, осы нөмірге донатты да өздеріңіздің Instagram парақшаларыңызды бірге жазып кетсеңіздер болады. Қайдағы жоқ букмекерлерді жарнамалағанша, біздің қазақ бауырлардың Instagram парақшаларын, кәсіптерін жарнамалап, отандық өнімдерді дамытайық. Мен қатты аяқтағым келді. Сыртта Оливейра маған бір прием үйреткен. Менің жолым болды саяхаттап, Оливейра, Дамиан секілді жігіттерді кездестіріп. Көп нәрсе үйрендім. Ең қауіпті жігітке қарсы шықтым және кішкене ғана жетпеді оны өлтіруге. Бұл менің чемпиондық мінезім бар екенін көрсетеді. 25 минут бойы оны тоқтатып тұрдым. Оның менен асқан ештеңкесі жоқ. Мен оның әр таза тейкдаундарын тоқтаттым. Мен оны бүкіл күшімен күресуге мәжбүрледім. Менің деңгейімді көрсетеді бұл. Әлемдегі мықтылардың бірімін енді. Мен құрметке толықтай лайықпын. Савкатты тағы кездестіретіне сенімдісің бе? Мен бұны жекпе-жекке дейін айттым. Мен оның бәрінен мықты екеніне көзім жетпей тұрып айтқанмын. Және мен де бәрінен мықтымын. Және мансабымызда біз әлі бірнеше рет кездесеміз. Біз тағы бір рет кездесетінімізге сенбеймін. Біз әлі 2 рет кездесеміз. Оның мықты екенін білемін және мен де осал емеспін. Иен, өте керемет жекпе-жек көрсеттің, құттықтаймын. Білесің бе, жеңілістен көп нәрсе үйренесің дейді. Қазіргі жекпе-жектен кейін не түйдің? Залда енді қалай шыңдалатын ойын бар? Міндетті түрде айтқым келетін Оливейра. Мен көзімді тіккен кезде бір апта бұрын өз-өзімді ұрып жарақаттап алған едім. Сол жекпе-жекте қайтадан ашылып кетті. Боп тұрады ондай. Мен жарты баспын. Содан кейін Оливейраға айттым, мені Құдай қолдап, әлемді шарлап,
керемет достар таптым. Оливейра, Дамиан секілді көптеген керемет бапкерлерді кезіктірдім, шынданып эволюция жасауым үшін. Мен бұнда келмедім. Мен бұл жаққа жеңілу үшін келмедім. Бүгін оны ұрып жеңу үшін келдім, және қолымдағы бар нәрсені істеген маған қатты ұнады. Сондықтан бұл мен үшін дамуымның жалғасы. Октагонға шыққан сайын дивизиондағы мықтылардың бірі екенімді көрсеттім. Бүкіл халықтың көзінше бәрі қорқатын жігітпен де соны көрсеттім. Қанша жігіт одан бас тартты, қаншама жігіттер одан қашты. Мен ғана келістім. Айттым, мен жасай аламын. Бүгін толықтай оны айыру үшін әлде өзімді жеңімпаз ретінде санаймын. Ол мені жеңді деп мүлде сезініп тұрған жоқпын. Барлығы оны қанша мақтаса да мен жеңілдім деп ойламаймын. Қолымды бүгін көтермеген болар. Мақұл, мен қайтып келемін. Ол кезде менің қолымды көтереді. Реванш өте қызық болады. Кешірім сұраймын, бұл жайлы сұрақ қойылған болар, бірақ салмақ өлшеу рәсімінде одан ешкім бұндайды күтпеген еді. Ол сені басымен итеріп, содан кейін мүлде қолмен итеріп тастады. Айтқым келгені, реакцияң қандай болды? Қара. Менде оған құрметтен басқа ештеңке жоқ. Айттым ғой, видеода айттым. Бір-бірімізді ұрмаймыз. Ол жақындай берді маған. Аяғым артқа жылжаған сәттен ақ оған қайтарып жегіздім. Мен жерде ешбір адамнан қорықпаймын. Мені құрметтемесең саған қайтарып жегіземін. Мен Ирландиядамын. Менің қаным қызу. Біз құр жеп отырмаймыз. Біз келіп кайф аламыз. Шоу көрсетеміз. Маған атылғың келіп тұрса, онда төбелесуге дайын бол, бауырым. Сендер баяғыда бірге жаттыққан едіңдер, араларында тіл жағынан түсінбестік бар, бірақ Шафкатпен қарым-қатынасың баяғыда және әзір қандай екенін айтсан. Шафкатпен қарым-қатынасым әрқашан жақсы болды. Біз екеуміз дос емеспіз. Бірге отырып нам бөліспедік, терең ойлы әңгімелер айтып көрмедік екеуміз. Бірақ онымен жаттықтым, онымен бірге өстім, біз бірге дамып бір-бірімізді итермеледік. Және бүгін керемет құлшыныс алдым, себебі ешкім онымен толық мерзімде төбелеспеді. Ешкім оны мен секілді ұйықтатуға жақын болмады. Мен стойкада болсын, оның жерінде болсын, мықты болдым. Мен бүгін шығып шоу көрсеттім. Бір кайф алып алдым. Мен осындай мүмкіндіктерге ризамын, шығып оны айыруға жақын болғаныма. Сол үшін қайта келіп, оған құрметтен басқа ештеңке сезінбеймін. Оның командасын құрметтеймін. Жекпе-жекке дейін бұрынғы бапкерім Генримен сөйлескенмін. Ол маған реніш жоқ, біреу жеңіске жетеді. Барда кайф алып ал деді. Бұдан кейін ол маған сен чемпион боласың деді. Күмәнім жоқ, сен чемпион боласың деді. Бүгін керемет өнер көрсеттің. Кім жеңсе, сол жеңді. Мықтысың деді. Менің командам бар. Оливейра бар, Дамал, Брэндон Ллойд, әйелім, менің балам. Мен сондай бақыттымын және октагон сыртында мен чемпионмын. Айтып келіп, белбеуді тартып аламын. Сен UFC-ге алғаш келгенде адамдарды аяқпен, хайкикпен талдырып жүрген едің. Енді сен Шафкат Рахмоновты қинап, оның күшсіз әрең демалғанын көрсеттің. Желідегі адамдарды осы қатты қызықтырды сеннен бұрын. Жеңіліс ол жеңіліс, бірақ көптеген хейтерлердің ауыздарын жаптым деп ойлайсың ба? Өзімді жеңілгендей сезінбеймін. Менің қолымды көтермеген болар, бірақ менің энергиям ұтылмады. Дивизиондағы ең қорқынышты жігітке қарсы шықтым. Сендер бәрін оны естідіңдер, бәрі одан бас тартты. Мен қысқа уақытта келісіп, UFC 310-ды құтқарып қалдым. Шафкат қашан мені бітіруге жақын болды? Ал мен 2 рет совместно жасадым. 2 рет жаны шығайын деп жаздады. Стойкада да ештеңке көрсетпеді. Мен стойкада өзімді жақсы сезіндім. Сол үшін ол аяққа секірді. Мен үшін бұл үлкен сабақ болды. Баспалдақтан көтерілген сайын оның жекпе-жектерін қарасан, Джефф Нилді толықтай көзін жойды. Бастан аяққа дейін. Нил Магни, Джефф Нил болсын, ал мен болсам дарабоздай ұратын жігітті жеңдім. Таза айырдым. Керемет жеңдім. MVP. Онымен ешкім стойкада тұрғысы келмеді. Мен оған қарсы стойкаларына қарсы джеб лақтырып тұрдым. Жерге түсірдім. Ал бүгін ең қорқынышты жігітке қарсы шықтым. Мен адамдар шыққысы келмейтін жігіттермен шығамын. Адамдар менен де қашады. Мен жай ғана жауынгермін. Бәріне құрметтен басқа ештеңке сезінбеймін. Бір күні мен чемпион боламын. Бүгінгі күн менің еңбегімнің зор екенін көрсетті. 18-0 бәрін мерзімнен бұрын дейсің бе? Бүгін ол мүлде оны дәлелдемеді. Мен қайтып келіп оны жеңемін, уәде беремін. Осы күнге қатты қуаныштымын.
Менің сұрағым киім жайлы. Ешқашан жекпе-жек ортасында шорты ауыстырғанын көрмедік. Мен түк сезбедім, көрмедім. Не болды сонда? Шортыйдың жамбас жағы жыртылғандай болды. Қалайық? Сендер шоуда емес, мен шортыйымды қарап жүрсіңдер ме? Эфирда көп пікірлер болды. Солай ма? Сендер Вегаста көп қаралым жинаған боларсыңдар. Бұдан кейін ақша жинауым керек сендерден. Бірақ болған нәрсе болды, білесің бе? Бұны мен ештеңке істей алмаймын. Маған бапкерлер келіп тұр, мен болсам не болды дедім. Мен өзіммен және командаммен мақтанамын, бүкіл отбасыммен. Бүгін шоу көрсеттім, мықтылармен шайқаса алатынымды көрсеттім. Өзіме ризамын. Сендердің білгендеріңді қалаймын. Мен қайтып келемін, жеңемін. Енгеридің ең мықты үлгісін тамашалайсыңдар. Соңғы сұрағым, олар саған келіп шортыйды ауыстыр дегенде олардың не айтып жатқанын түсінбедің бе? Түк түсінбедім. Ойымда түк болмады. Шорты жыртылды дейді. Әрине олар жыртылып тұрады ғой дедім. Соңғы сұрақ қойсаңдар, балама баруым керек. Үйге қайту керек. Қалайсың, Ен? Өте керемет жекпе-жек болды. Екеуінде жақсы өнер көрсеттіңдер. Сені жеңілдің деп есептемеймін. Одан бір күтпеген нәрсені көрдің бе? Әлде бәрі ойдағыдай өтті ме? Ол MVP секілді өзінің бар нәрсесін көрсетті. Қысым көрсетті, күресті. Оның әр шабуылын тоқтаттым. Өзімді одан қарағанда жеңіске лайық сезінемін. Оның әр шабуылын тоқтаттым. Әр қимылын тоқтаттым. Тоқтатып тұрып ұрдым. Тоқтатып клинчта ұрдым. Тіземен ұрдым. Стойкада ұрдым. Содан кейін қалғандырып сабмишн жасадым. Бүгінгідей Шавкатты біз ешқашан көрмедік. Мен бақыттымын. Мүмкін бүгін қолымды көтермесе де жүректе чемпион екенімді сеземін. Рахмет көп-көп сендерге. Сонына дейін қараған сіздерге де рахмет айтамын. Сіздермен болған Сол ID арнасы, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Телеграм арнаға осы бейненің төменгі жағында сілтемесі бар. Тағы да жеңіспен құттықтаймын сіздерді. Жеңістерде жүздесейік, қош аман, сау болыңыздар. Келесі кездескенше.